Бүгін үкімет қызметкерлердің республикалық бірлестіктері және жұмыс берушілердің республикалық бірлестіктері 2012-14 жылдарға арналған келісімге қол қойды. Құжатқа сәйкес тараптардың экономикалық саясат, еңбек нарығын дамыту, халықтың тиімді жұмыспен қамтылуына ықпал ету, жалақы, халықтың табысы мен өмір сүру деңгейі, әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік қорғау, тең мүмкіндіктер беру саясаты, еңбек жағдайлары және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік, әлеуметтік өнер әріптестікті және бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін дамыту саласындағы позициялары келісілді. Сондай-ақ жұмыспен қамту 2020 бағдарламасын жүзеге асыруға халықтың өмір сүру жағдайын жақсарту және жұмыс істейтін азаматтарды әлеуметтік қорғау деңгейін арттыруға уағдаласты. Осы келісім мемлекетіміздегі қалыптасқан әріптестік институтының негізі болып табылады. Осының негізінде жаңағы министрліктер мен салалық кәсіподақтар, облыстарда үш жақты келісім болады. Ең бастысы осы бас келісімге қатысты еңбек ұжымдарында ұжымдық шарттар қабылданады. Сондықтан да бұл біздің жасаған шаруамыз мынау келе жатқан финансы дағдарысы деп айтып жүрміз ғой. Соның алдын алу үшін бірігіп жасап жатқан шараларымыздың бірі деп есептеймін.